Сонымен бүгін біз Аманкелді аудандық Саят Әбенов атындағы мәдениет үйіндеміз. Себебі тарихымен таныс болатын ән Саят Әбеновтың сөзіне жазылған жас сазгер Нұрлыбек Есмағанбетовтың Аманкелді әні. Жер әнімді арнайын бүгінгі күн сенің мерекен. Бар тілегім айтар әрдайым күнім, жарқырасын тасып берекен. Саған уақыт құшағын, Аманкелдім, тойын тойға оласа берсін, өткен жылдар сыраша берсін, әлі талай қыраса берсін, Аманкелдім. Бұл ән тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында Аманкелді батыр бастаған 16 жылғы халық қозғалысының 100 жылдығына арнайы жазылған. Әрбір азамат өз елінің патриоты болуы тиіс. Дәл осы ұстанымды өмірлік кредосына айналдырған талантты азаматтардың бірлігі ел мақтанар туындыны дүниеге әкелді. Аманкелді талай таланттың талабын ұштап, өнер шыңына шығуға шынықтыратын мекен. Сөзіме арқау болған талантының бірі, мінеки бүгін жанымда. Қайырлы күн, Нұрлыбек. Қайырлы күн. Осы елде бүкіл қазақ баласы үшін қуанышты, жағымды жаңалықтар орын алып жатыр екен. Құтты болсын. Рахмет. Мінеки тәуелсіздіктің 25 жылдығының қарсаңында елімізде Аманкелді бабамыз бастаған ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл толып жатыр. Елімізде той болып жатыр. Мінеки аудан болып, ел болып, бәріміз атсалысып, тойды тойлап жатырмыз. Өте жақсы. Дәл осы жағымды жаңалықтардың бірі, менің атымның басын осы ордаға бұруымның негізгі себептерінің бірі. Сіздерде әлі сиясы кетпеген, тіпті тұсауы бүгін кесіліп, алғаш рет сахнада орындалатын Аманкелдім атты ән бар екен. Толығырақ айта кетсеңіз. Енді бұл ән туралы айта кететін болсақ, ең бірінші бұл осы 100 жылдыққа арнап тарту деп өзіміз білеміз. Осы Аманкелдінің тумасы өзімнің досым, Саят Әбенов деген досымыз екеуміз ақылдаса келе осы әнді жаздық. Мінекей кеше ғана бұл әнді бітіріп, осы халықтың алдына ұсынайын деп жатырмыз. Енді ән қалай болғанын халық өз бағасын берер. Аманкелді елі үшін, болашақ ұрпағының тәуелсіздігі үшін жұдырықтай жүрегін туған жерге деген махаббатқа толтырып, ерлікпен, өрлікпен дүниеден озған нағыз батыр. Біздің елде мақтан тұтар азаматтар көп. Сол батыр бабалардың ерлігін жас буынға насихаттау батырдың құрметіне аталған киелі өлкенің ұл қыздарына аманат. Елорданың төрінде торғайлық ақын жігіт деген атаумен танылып жүрген Саят Әбенов батырдың рухына туған жерге тағы бір жырын арнады. Туған жерім, батпақ қарам, ақ пейілді аппақ далам, кешегі хас батырларың жау аяғын аттатпаған. Ол қызыңның батыр бәрі, асып туған ақылдары, себебі сен құтты жерсің, Аманкелді атындағы. Ұлылығың жатқа мәлім, сен жайлы жыр жаттағаным, жүрек жұтқан перзентің боп, туғаныма мақтанамын. Туған жерге бірі әнін арнайды, бірі жырын жолдайды.
енді бір перзент күйін тарту етеді. Жоғарыда оқылған өлең барысында сол өңірдің тумасы, күйші, композитор Айтбай Мұздахановтың Аманкелді дүбірі атты күйі орын алды. Нақышына келтіре орындаған Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты күйші Анар Мұздаханова. Осындай аға буынның ізін жалғап, еліме үлес қоссам екен деп талаптанатын Нұрлыбек бүгінде тек өзінің ғана емес, өнердегі достары мен аға апаларының өлеңдеріне өңдеу жасайды. Ол үшін шағын музыкалық студияда ашып алған. Арқа әуендері бағдарламасының алдыңғы санының бірінде орын алған Хамитбек Мұсабаевтың сөзіне жазылған Ерлан Ахметовтің арайлы Аманкелді әнінің аранжировкасын жасаған да осы Нұрлыбек. Неткен ғажап атамекен ән көші, өнерпазы ел мақтана ерекесі. Айналайын туып өскен ауданы, серілердің ақындардың өлкесі. Ән қоржыныңда тағы да қандай әндер бар? Менің білуімше бұл алғашқы ән емес. Ән қоржынында 4 өлеңдей бар. Оның өзі Саят екеуміздің шығарған әніміз. Сонымен қатар ауданымыздың ақын жазушылармен бірге шығарған әніміз бар. 5-6 әнім бар. Қошырек бір-бір үшін жаралған, махаббатта адал жан, пәк сезімнен әр алған. Қошырек ешқашанда бөлінбе, жүрші бақыт төрінде, бірге соқсын өмірде. Жалпы Аманкелдің туралы әніңіз, қарап отырсақ әнұрантар десе екен, Аманкелді батыр туралы ән жазудың өзі өте жауапты. Саят екеуіңіз бір шешімге келіпсіздер, ол қалай басталды? Қорқыныш болған жоқ па? Әрине қорқыныш болды. Саят екеуміз ақылдаса келе осы әнді жаздық. Енді осы елден, осы жерден шыққаннан кейін, ән саласында жүргеннен кейін, Аманкелді туралы ән жазу ол біздің парызымыз деп ойлаймын. Бұл ән бізде бір енді тарихи түспен дәлме-дәл келді деп айта алмаймын. Бұл әнді біз Торғай даласының тумасы болғандықтан ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығына арнайы жаздырған болатынбыз. Енді ол дүниеге келген себебі бірінші дүниеге сол Нұрлыбек Есмағанбетов досымның әні себеп болды. Сол әнге қаратып мен сөзін жаздым. Енді әрине бұл ән көптеген меймандардың алдында, көптеген кісілердің алдында орындалайын деп жатқандықтан бұған енді аса бір жауапкершілікпен қарадым десе де болады. Жалпы енді Аманкелдінің енді бұл жерде ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығына байланысты емес, жалпы туған жерге деген махаббатымды, сол туған жерге деген президенттік пейілімді осы әнге сыйдырдым деген ниеттемін өзім. Енді одан кейін
естіп жатырмыз. Жалпы жақсы халықтың баға алыпты бұл ән. Өзім сол тойлаған қуанышқа, тойға бара алмасам да, өзім бір алмасам да, осындай әнге сыйған сөзім бар деп қуанып жатырмын. Енді ол бір ғана ән емес, ол тойда екінші әнім де орындалды. Ол әнді сол Аманкелдің жергілікті әншісі Руслан Шегенбаев бауырымыз орындаған болатын. Ол әнді халықтың жүрегінен орын тапты деп есептеймін. Енді әр адам өзінің туған жерін жырға қосып, әнге қосып, өзінің президенттік азаматтық борышын өтеуге тиісті ғой. Сондықтан да мен де осы үлкен бір туған жер алдындағы парызымның бір парасын орындадым деген ойдамын. Әлде Алла қаласа дүниеге жақсы әндер келеді. Бұл күнде де көптеген әншілермен жұмыс жасап жатырмыз. Сол енді әніміз халықтың жүрегіне жете берсін деген ниеттемін. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында Аманкелді батыр бастаған 16 жылғы халық қозғалысының 100 жылдығына арнайы жазылған ән дүйім жұртшылыққа тамаша сый болды. Алыстан ат терлетіп келген Қазақстанның өнер қайраткері, әрі туған жердің дамуына қосқан үлесі үшін төсбелгісінің иегері Сапар Ахметжанов та аудан өнерпаздарын мақтан тұтады. Бүгінгі күн тарих күн деп айтуға болады, себебі мұнда үлкен бір той өтіп жатыр. Алты алаштың баласы зиялылардың бәрі келмесе де жалпы біразы келіп қатысып, атсалысып, Аманкелді ауданының халқы бір көтеріліп, көңілдері көтеріліп, үлкен бір той болды. Жалпы өнер саласына келсек, Аманкелдің мәдениетіне келсек, бұл Аманкелді іргелі ел, ерте заманнан келе жатқан бұл елдің өзінің мәдениеті бар, қалыптасқан өнері бар. Оны бастап кеткен үлкен зиялы ағаларымыз болған, Төкен, Байшарин, Мейрамхан деген сықылды. Солардың ізбасарлары, олардың ізбасарлары бүгін сахнаға шығып, кереметтей бір үлкен концерт қойылып жатыр. Жалпы халықтың көңіл көтеріңкі, себебі халықтың күйі жақсы. Күйі жақсы, халықтың әні де болады, сәні де болады. Сондықтан да мына бүгінгі той сондай бір керемет өтті деп есептеймін. Мен өзім өте қуаныштымын. Себебі мен осы тойға атсалысып, осы ауданның жаңа бастап жатқан, жаңа көтеріліп жатқан өнерпаздарына іс жүзінде көмек көрсетіп, соларды сахнаға шығардым. Жалпы сахнадағы концертіміз ұнады деп ойлаймын. Жалпы осы Аманкелдіден шыққан керемет жасөспірімдер, өнерпаздар. Олар жан-жақтан келіп, Астанадан келіп, Алматыдан келіп, Қостанайдан келіп, өздерінің өнерін көрсетіп, халықтар бір ырза болып қалды. Ағалардан баталған ән әрдайым биіктерде шырқалатынына сенімдіміз. Өйткені әрбір әннің бағасын тек халық береді. Ал жастарға қолдау білдіру біздің міндет дейді Аманкелді аудандық Қазбек Әбенов атындағы мәдениет үйінің директоры Зүбайра ханым. Ат тұяғы дүбірлеткен Аманкелді топырағында талай таланттар, талай дүлдүлдер шыққан. Соның ішінде қазіргі заманда біздің жастарымыз, өте талантты жастарымыз көп. Көбі, мысалы, өзіміздің туған жеріне, отанына деген сүйіспеншілігіне арнап көптеген әндер жазған. Соның ішінде біздің жас талантты әншіміз, оқушы кезінен осы өнер сахнасында жүрген Есмағанбетов Нұрлыбек Аманкелді әнін орындады. Бұл ән өте жүрекке қонымды, барлық халық жылы ықыласпен қабыл алды. Біз енді келешекте осындай жастарымыз көбейеді. Біздің туған жерге деген махаббаты, отанына деген сүйіспеншілігі көп, патриот бізде ұл-қыздар көп өсіп келе жатыр. Соның ішінде бізде жастар да көп талантты. Алдағы уақытта осы жастарымызға талантты, өнерлі, шығармашылық табыс тілейміз. Анамдай алаңдап тұрасың маған, балаңдаймын жүрген еркеле, жер қойнауын тарих сыр ашылмаған, мақтан етем жұмбақ өлкеде.
өткен жылдар сыр аша берсін, әлі талай қыр аса берсін, Аманкелді. Жалпы сіздің әніңізді, Аманкелді әнін, бір емес, бірнеше әнші орындайды. Оның үстіне осы өңіріміздегі өнер жолында жүрген белді аға апаларымыз орындайды екен. Осыдан-ақ негізі әннің сапасын көруге болатын секілді. Өзің ойың қандай? Енді ауданымыздан шыққан өнерпаздар әрине көп қой. Солардың ішінде осы ауданымыздың Жазылбек, Кенжегүл, Данияр, Фариза, Фархат деген азаматтар осы қазіргі таңда өзіміздің елімізде аудан өнерпаздарының бірегейі деп айтуға болады. Сол кісілерге мен ұсынып, осы әнді ұсындым. Ол кісілер әнді ұнатты, қабыл алды, және осы біздің әніміз ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Аманкелді ауданымыздың 100 жылдығы құтты болсын. Жас композиторымыз Нұрлыбек Есмағанбетовтың Аманкелді әні ертеңгі концертімізде тұсау кесілгелі жатыр. Сәттілік тілеймін Нұрлыбекке, осы әнімізге де сәттілік. Нұрлыбектің жаңа әндері туындай берсін, шарықтай берсін, өрлей берсін. Нұрлыбек ініміздің әні ғұмыры ұзақ болсын. Нұрлыбектің Аманкелдінің әні өте тамаша. 100 жылдық мерейтойға байланысты бізбен ақылдасып, тамаша туындыны жарыққа келіп жатқан жайы бар. Олай болса, жалпы ән халықтың көңілінен шықса, ол біздің еңбегіміз, Нұрлыбектің еңбегі деп ойлаймын. Алла амандығын берсе, ұзақ ғұмыр берсе, талай-талай туындылар Нұрлыбектің жүрегінен, өзінің көңілінен жақсы әндер шығады деген ойдамыз. Бұл әнді орындаушылардың қатарында жұлдызды жас жұбайлар тобы Данияр мен Фариза Сәрсенбетовтер де бар. Олар бүгінде қол ұстасып, өнер теңіздің кемесінде бірге жүзіп келеді. Шаңырақ көтергендеріне көп бола қоймаса да, Аманкелді жұртшылығы оларға қызыға әрі сүйсіне қарайды. Өйткені жұлдызды топ аудандық, облыстық, мерекелік іс-шараларға белсене араласып, аудан мақтаныштары деген атаққа лайық бола білді. Бұл ән бізге өте жақсы әсер етті, себебі осы Нұрлыбек бірден ұсынып әуенін тыңдатқан кезде, жалпы бұл әннің осы 1916 жылғы халық қозғалысына байланысты өтіп жатқан 100 жылдық мерейтой болғандықтан, сол жылдардағы біздің ата-бабамыздың қаны тамған және де маңдайының тері тамған жер екенін, солардың еңбегімен келген тәуелсіздік екені бізге сезіндіретіндей, сол нәрселерді ұғындыратындай ән болды. Сондықтан бірден біздің жүрегімізден орын алды. Аманкелдінің 100 жылдығы құтты болсын. Көппен көрген ұлы той өз деңгейінде аталып өтті. Бұл тойды көрген дәрманда, көрмеген дәрманда. 12 қанатты киіз үйлер, аламан бәйге, тақымын қысқан атамен ат жарысқа түскен немере, көбі-көмі қымыз, иісі мұрын жаратын қазан-қазан ет, домбырасын серік қылған айтыстар аламаны, көңілді жадыратар әсем ән мен тәтті күй, мың бұралған бишілер мен нақшына келтіре салған батырлар образы, көш атасы Қажымұқан деп ұрандатқан балуандар белдесуі, ел үшін тер төккен ел ағаларының бас қосуымен қарияларға жабылған шапан, ерен еңбегі үшін тағылған төс белгілер, халықтың сағына күткен қазақ эстрада жұлдыздарының шоу-концерті, жалындаған от шашу. Мұның бәрі 16 жылға халық қозғалысының 100 жылдығына орай ұйымдастырылған ұлан асыр тойдың көрінісі. Біз туған жердің патриотымыз. Мен Қазақстанда туғаныма мақтанам. Аманкелдім, құтты болсын бақытты шағың. Аманкелдім, ашты саған уақыт құшағын. Аманкелдім, тойың тойға ұласа берсін, өткен жылдар сыр аша берсін, әлі талай қыр асар елсің. Аманкелдім. Ән адамды әсемдікке баулайды. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болған Саят Әбеновтың сөзіне жазылған жас сазгер Нұрлыбек Есмағанбетовтің Аманкелдім әні. Ендеше бәріміз бірге шырқайық.
Анамдай алаңдап тұрасың маған, балаңдаймын жүрген еркелеп. Жер қойнауың тарих сыр ашылмаған, мақтан етем жұмбақ өлке деп. Құшағыңда бәрі сезілмейді екен, сағынам кетсем жыраққа. Жер бетінде бар ма өзіңдей мекен, жетер мекен саған жұмақта. Жерұйығым менің Аманкелдім. Арқа өңіріндегі музыка әлемінде болып жатқан жаңалықтар легі осындай. Әр айдың алғашқы жексенбісі сағат 12:30-да Арқа әуендері бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Амандықта жетсек ағайын. Өткен жылда сыр